тамыз айында аудандардан мүлдем кісі келген жоқ. Күніне біз тамыз айы бойы күнделік жұмыс істеген жоқпыз мүлдем. Күніне 20 машин келді. Енді қазір міне қыркүйек айы келді, суық түсті. Енді халық жаңа оянып, жаңа жұмыстарын бітіріп, енді басқа адамдардың да басқа мәселелер бар деген сияқты, шөптерін шабу керек деген сияқты. Енді сол жұмыстарын бітіріп, енді келіп жатыр ғой кісілер. Көмірдің қоры таңертеңгіге 700 тонна болды. Қазір енді күнделік мөлшері 100 машина келгендіктен, барлықтарына жетпегендіктен 3 тоннадан жіберіп жатырмыз. Босатылу бағасы коммерческий баға бар, одан кейін социальный баға бар. Социальный баға ол акимат города Усть-Каменогорск Қаражырамен өздерінің договорлары бар, меморандумдары. Сол бойынша 15300 әлеуметтік көмір, 15300, ал коммерческий бағасы 15800. Биыл баға қосылған жоқ, өзгерген жоқ. Сол бір қалыпты, тұрақты тұр баға. Сапасы? Сапасы жақсы.